Мен Подсётный жалпы орта білім беретін мектебінің 11-ші А сынып оқушысы Төлебайғазы Қарақат, жетекшісі Бақтиярова Мөлдір Нұрболатқызы. Табиғат, таңғажайып табиғат, идеяны іске асыруға дейінгі номинациясы бойынша табиғат және біз. Адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғат пен адам қатар ұғым. Адам мен адамсыз табиғат, табиғатсыз адам өмір сүруі мүмкін емес. Адам табиғатты қасиет тұтады. Табиғат адам үшін асыл ана секілді. Өйткені адам баласы табиғатта тіршілікте өсіп өніп жетілген, қажетін алып өз пайдасына жаратқан. Табиғат ырыс пен мол қазынан қайнар көзі, адам денсаулығының сенімді сақинасы. Таңғажайып табиғат. Қазақстанның Талдықорған облысында әлемді таңғалдырған кішкене суат бар. Ол шілденің шыжыраған күнінде де құрғамайды, мұз болып тұра береді. Су қоймасында балық ауланбайды, балдыр өспейді. Ол жер әлі күнге дейін зерттелмеді. Сүңгуірлер балонға қанша ауа толтырып түссе де 3 минуттан соң тұншығады. Қытайда Сарқымалы көл бар. Ол қыста 30 градус аязда да қатпайды, ал жаздың ортасында тылсым күшпен қата бастайды. Қазақстанның тағы бір ғалымдарын таңғалдырған Семей облысында бұрынғы Семей полигоны орнында айдаһардың бейнесі тәріздес деп қалған дақ бар. Ғалымдар қанша бас қатырса да бұның құпиясын аша алмауда. Экологиялық соқпақ. Экологиялық соқпақ бұл әртүрлі экологиялық жүйелер мен басқа да табиғи нысандар арқылы өтетін арнайы жабдықталған маршрут десек болады. Экологиялық соқпақтың бірнеше түрлері бар. Олар өсімдік, түтін, мұржасы, балық, улы газдар, завод, ауа, мұнай, тағамдар, су, тағы да басқа. Қоқыс. Қазіргі таңда қоқысты сұрыптау бір проблемалардың бірі деп айтсақ та болады. Қоқысты тиімді сұрыптау білу керек. Мысалға, пластикалық бөтелкелерді пластикалық қоқыс салуға арналған жәшікке, стеклоларды стекло салуға арналған жәшікке, ал қағаздарды, бумагаларды арнайы бумага салынған жәшікке салып отыруымыз керек. Қоқысты сұрыптау арқылы табиғатымызды қорғап, табиғаттың жандануына әсер ете аламыз.